Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен дәмі өте ерекше шығатын әрі тез дайын болатын баклажанның рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер, және де ұнап жатса лайк, комментарияларыңызды жазып, каналыма тіркеліп өтіңіздер. Ең алғашқы бізге қажетті ингредиенттер: помидор, баклажан, майонез, чеснок және ыдысқа тұз суымызды дайындап қоямыз. Алдымен баклажанымызды орташа көлемде домалақ тәрізді етіп турап шығамыз, және де дайын болған баклажанымызды тұз суға 45 минутқа немесе 1 сағатқа салып қоямыз. Енді дайын болған баклажанның көлеміне қарай 2 немесе 3 жұмыртқаны араластыра отырып, қызып тұрған майымызға әдемелеп екі шетінен қызарта отырып, жақсылап тұрып қуырып аламыз. Алдын ала помидорды турап қоямын, және де дайын болған баклажанымызды міне қызартып әдемі көлемде дайын болған баклажанымызды көрсетіп жатырмыз. Және де одан бөлек чесногымызды майдалап турап, оның үстіне майонезімізді қоса отырып, араластырып дайындап қоямыз. Дайын болған баклажанымызға майонезімізді, чеснокпен араластырған майонезімізді жағып, үстіне помидорды салып, қайтадан майонезімізді жағып, үстіне қайтадан баклажанымызды салып, осындай көлемде баклажаннан жасалған салатымызды дайындаймыз. Және дайын болған салатымызды көрсеңіздер, өте тез, өте оңай, әрі аз ғана ингредиенттен дайындалатын баклажан салатымыз дайын. Былайша тещиный язык деп айтады ғой. Баклажан салатымыз дайын. Үйде жасауға кеңес беремін. Өте оңай, өте тез, әрі жылдам дайын болатын баклажан салатымыз. Видеоны соңына дейін көріп ұнаса, лайк, комментарияларыңызды жазып өтіңіздер.